Сәлем достар, мен бүгінгі видеода риск менеджмент және де money менеджментті толығырақ жақсылап түсіндірсеңіз екен деген комментарияны оқып қалдым. Соны түсіндірейін деп отырмын қазір. Жалпы трейдингпен айналысу үшін бірінші осы тақырып сіздер үшін өте маңызды тақырып болып табылады. Неге? Өйткені сіз өзіңіздің шығыныңызды, табысыңызды есептей алуыңыз керек, өзіңіздің эмоцияңызды ұстай алуыңыз керек. Мысалға, сіздер минусқа кетсем, $10 кетем, пайда тапсам $20 табам деген сияқты позициямен кету керек та. Мына жерде акцияның бағасы мысалға $80 басталды дейік. Осы жерден бастап акцияның бағасы өсіп келе жатқанын байқасаңыздар, өзіңіздің техникалық анализіңізді жасап, осы жерден ары қарай өсіп баратқаннан кейін техникалық анализ бойынша да ол өседі деген сигнал беріп тұрса, және де таймфреймдерді ауыстырып қарағанда, индикаторларға салып көргенде тоже өседі деген сигнал беріп тұрса, сіз осы жерден лонг позиция ашасыз. Лонг позиция ашқаннан кейін акцияның бағасы өскен сайын сізге пайда келіп отырады. Мысалы, 80-нен 90-ға өссе, мына жерде ашқан позицияның қасында плюс $10, 100-ге өссе плюс $20, $30 кете береді өскен сайын. Енді осы жерде акцияның бағасы $120-ға барған кезінде сіздің табысыңыз $40 болады. Мына жерде уже сізде $40 табыс бар. Енді сіз просто қарап күтіп отыра берсеңіз, ештеңе жасамай, ол может қайтадан түсіп кетуі мүмкін. Түсіп, көтеріліп, екі ортада жүріп, қайтадан 70-ке түсіп кетсе, абсолютно қайтадан сізде минус $10 шығындап отырасыз. Минус $10 шығындап отырасыз. Енді ол үшін не істеу керек? Сіз мысалы қай жерге дейін өседі деп ойлап отырсыз. Алдыңғы бағаларды қарайсыз, бір күндікпен қарайсыз, 4 сағаттықпен қарайсыз. Кеше мысалы, кешегі күні ол қай жерге дейін барып, қай жерге дейін түсті баға. Мысалы, мына жерге көрсететін болсам, мысалға, мына жерде акцияның бағасы ашқан кезінде сіз алдыңғы күндерге қарайсыз, қай жерден бастап көтеріліп келе жатыр, кеше қандай болды, бүгін қандай болды. Бүгінгі өзіңіздің анализіңіз бойынша сіз мысалға мына жерден лонг ашқан болсаңыз, ол қай жерге дейін өседі деп ойлап мына жерге дейін өседі деп ойласаңыз, мысалға да стопты мына жерде лонг ашсаңыз, стопты мына жерге қойып қоюыңыз керек уже. Ол дегеніміз, мысалға сіз 80-нен аштыңыз, ол 120-ға дейін өседі деп ойлап отырсаңыз, сіз дәл осы 120-дан лонг ашқан болсаңыз егер. Мысалға сіз $120-ға дейін өсіп, одан ары қарай бармайды, өйткені мына жерде уровень сопротивления бар, осы жерден баға асып кете алмаған, осы жерден барса осы жерге дейін барады деп ойласаңыз, 120-ға сіз take profitіңізді қойып қоясыз. Осы жерге take profitіңізді қойып қоясыз. Бұл не үшін? Бұл осы жерге баға барады да, мына жерге плюс $40-мен сіздің позицияңыз жабылып қалады. Сіз өзіңіздің позицияңызды пайдамен жабасыз. Енді мысалға $80-дан $50-ға дейін түседі деп ойлап отырсаңыз, мына жерде баға құлап келе жатыр, рынка ашылды, уже сағат кешкі 8:30 болды, биржаның уақыты басталды, сіз дайындалып, алдына тренд сызықтан сызып, өзіңіз индикаторлармен қарап, дайындалып отырсыз. Сіз ойлап отырсыз, мына жерде баға түседі $50-ға дейін. Ары қарай $50-дан кейін түсіп кетпейді. Мына жерде мысалға бір тренд сызығы бар деп ойлайық. $50-ға дейін түседі, одан кейін қайтадан көтерілуі мүмкін деп ойлап отырсыңыз мысалға. Енді осы жерде баға шынымен де осы сізді ойлаған жерге барып, қайтадан былай өсіп, осы екі аралықта жүріп, қайтадан өсіп, қайтадан түсіп жүре беруі мүмкін. Енді сіз осы жерде өзіңіздің стопыңызды қоймасаңыз, баға түскен сайын сіз шорт ашқан болсаңыз пайдаға кіріп отырасыз, ал егер өскен сайын минусқа кіріп отырасыз. Енді егер шорт позиция ашатын болсаңыз, сіз take profit, мына жердегі take profitті мына жердегі 50-ге қоясыз. 50-ге қоясыз да, осы жерге барғанда сіздің позицияңыз жабылып қалады. Енді мысалы, мына жерде 80-нен 50-ге дейін $30 пайда көресіз ғой.
Енді мысалы пайдаға кірсем $30 пайда табамын, минусқа кетсем $10 минусқа кетемін деп, сіз егер шорт ашқан болсаңыз, мына жерге стопыңызды қоюыңыз керек. Яғни осы жерге барғанда сіздің позицияңыз жабылып қалады. Бұл жерде уақыт бойынша 5 минуттық, 1 минуттық таймфрейммен қарап отырсыздар. Мысалға, тез-тез свечалар жылжып, тез-тез түсіп, тез-тез көтеріліп кетуі мүмкін, сіз үлгермей қалуыңыз да мүмкін. Сол үшін стопты егерде минусқа кетіп қалатын жағдайда минус $10 қоясыз. Енді бұл жерде әркім әртүрлі жасайды. Біреулер отырады, позиция ашып та, мына жерге дейін баға барып, стопты take profitті қоймай ұмытып кеткен жағдайда, немесе біреулер специально қоймай отырады, түскен сайын пайдаға кіре беремін деп. Отырасыз, сіз аласта мына жаққа дейін кетіп қалады, наоборот. Сіз шорт аштыңыз, баға өскен сайын сіз минуста отырасыз, баға мына жаққа дейін кетіп барады жоғарыға. Жоғары кеткен сайын сіз өзіңіздің стоп лоссыңызды 110-ға, 130-ға жылжыта бересіз да, мысалға. Егерде 140-қа дейін өскен сайын сіз 140-қа дейін стоп лоссыңызды жылжытып тастайтын болсаңыз, сіз минус $60 отырасыз мына жерде. Минус $60 отырасыз. Яғни азартқа кіріп кетіп керек емес, минус $60-ға дейін ол өсіп кете беретін болса, шын мәнінде сіздің позицияңыз минус $60-мен жабылып қалуы мүмкін. Сол үшін стопты ешқашан алысқа қоюдың керек жоқ. Сол үшін позиция ашатын кезінде, енді жаңадан бастап жатқандар болса, мысалға плюс 20 немесе $50 қою керек. $50. Ал стоп лоссты 10 немесе $5 қою керек. 10 немесе $5 қою керек. Яғни сіз өзіңіз осы стоп лосс пен take profitті қоюды дұрыс қойып, дұрыс позиция ашып, осыларды дұрыс қолдана алсаңыз, өзіңіздің эмоцияңызды басқара алсаңыз, онда алдағы уақытта аз табыспен күнделікті тоқтатпай көптеген табыстарға шығуға болады. Енді бұл жерде сіздерде стоп лосс пен take profitті қалай қою түсінікті болды ғой. Енді оны тек қана бұны білу аздық етеді бізде. Неге? Өйткені менде алдын біреу болды. Әрине сіз $1000-мен жасасаңыз, немесе $100-мен жасасаңыз пайда көп болады. $30-40 жасап көріңіз деп. Мен қазір көрсетемін видеоны. Менде мысалға $1 жасағандай видеолар бар негізінде. Енді бізде волонтерность деген нәрсе бар да. Егер сіз мына жерде арзан акциялардың тізімін, примерно 5 акция, қымбат акциялардың тізімін қойдым. Бұл жерде мысалға мына компаниялар арзан компанияларда, бізде арзан компаниялардың акцияларында волатильность төмен болады. Яғни мысалы $18 акциясы бір күнде ары кетсе $1-2 өсіп түсуі мүмкін, тіпті оған жетпейді. Мысалы Neo'ныкі $1 да жетпейді мысалға да. Енді Apple'ның акциясын алып қарайтын болса, ол бір күнде 4-5 тіпті $10 дейін өсіп түсуге мүмкіншілігі бар. Ол дегеніміз қалай? Мысалға бірінші тұрған мына жерде тикерін жазып қойдым. Міне тикері мынау. Осы компанияның акциясын алып көрейік. Мысалға бұл кеше 4 декабрь күні рынок ашылған уақытта $12.93 ашылған. Бұл көтерілген 12.93-дан $13 дейін. Арасы $1. Яғни сіз мына жерден бір акциямен ғана бір позиция лонг позицияны бір акциямен ашсаңыз, сіз мына жерге дейін көресіз $1 пайда. Ал енді 50 акциямен ашсаңыз, мына жерге дейінгі аралықта $50 көресіз. 100 акциямен ашсаңыз, $100 көресіз. Осында ескеру керек. Аз акциямен ашқан сайын пайда да аз болады. Сіз $1 ашып, бір ғана $1 пайда көрсеңіз, ол 500 теңге ол комиссияға кетіп қалады, былайша айтқанда. Ол бізге не выгодно. Сол үшін мына жерде S&P 500-тың құрамына кіретін, NASDAQ-тың құрамына кіретін, бізде Dow Jones-тың құрамына кіретін акциялар бар ғой. Мына жерде маған өзіме сенімді болып көрінетін акциялар, ол S&P 500-тың акциялары, списогын қарайсыз.
$75, $18, $153, $84 кете береді, әртүрлі акциялар бар. Осы жерден арзан акциялар және де қымбат акцияларды көріп, өздеріңіз анализ жасауларыңыз керек. Отырып, қай акцияның волатильності жоғары, қайсынан көп табыс табуға болады. Енді мына жерде келесі компания $17.46 екен, тикер М деп жазылып тұр. Соны көрсетейін сіздерге. Мынау биржа ашылған уақытта 4 декабрь күні $17.10-дан $17.70-ға дейін 70 цент өскен. Бұл жерде волатильность бар. Мына жерден қарайтын болсақ, $17.27-дан $17.60-ға дейін. Енді осы жерде өздеріңіздің пайдаларыңызда, шығындарыңызда есептеп көріңіздер. Сіздерге мына акцияны алған выгодны ма или выгодны емес па? Аралығы даже $1 да жетпейді. Мысалы, мен бұны алмайтын едім. Мен өзім ойым. Енді келесі бізде мына акцияны көрейік. $33 дейді. Төртінші декабрь күні $33.47-дан ашылған рынок $33-тен $34-ға дейін. Мысалы, егер де ақшаңыз аз болатын болса, трейд жасауды енді үйреніп жатқан болсаңыздар, осындай арзан акциялардан қарап көрсеңіздер болады. Енді келесі Неоны көрейік. Неоны қарап көретін болсақ, мына жерде 7:04-те ашылған, 4 декабрь күні рынок ашылған уақытта. Так. $7.4-дан $7.38-ға дейін. $1 да жетпейді. Бұны сатып, бұмен трейд жасаған сіздерге не выгодно бұл акциямен. Енді қымбат акцияларды алып көрейік. Мысалға, Apple компаниясын. Apple компаниясы кеше мына жерде $190-дан бастап құлап бастаған екен. 190-нан $187-ға дейін құлаған екен. Ал мына жерден бастап $187-дан қайтадан $189-ға дейін құлаған екен, өскен екен. Яғни волатильность мына жерде әжептәуір бар үлкен акцияларда. Бұл жерде мен 3 минуттықпен қарап отырмын. Енді келесі Tesla компаниясын көрейік. Tesla'да да волатильность жоғары негізі. Волатильность дегеніміз, яғни ATR-на да қарап көресіздер. Finviz сайтында мен көрсеткен алдым, қалай ATR көру керек. Яғни бір күнде өсіп түсу бағасы. Tesla рынок ашылған кезде мына жерден ашылған $234-дан. $234-дан $239-ға дейін көтерілген $5. Енді $239-дан қайтадан $233-ға дейін. Бір күнде мысалы $10 разница отыр. Мысалы, сіз техникалық анализіңіз сәйкес келіп, мына жерде $234-дан, ладно, 10 акция алып 39-ға дейін өскен кезде 10 акциямен $50 пайда көруге болатын еді. Мысалы, осы жерде 234-тен 239-ға дейін өскен кезде сіз 10 акциямен $5 разница болып тұр ғой. Мына жерде 10 акциямен позицияңызды, лонг позицияңызды ашып, мына жерде $50-мен жапсаңыз болатын еді. Енді 239-дан 233-ге дейін құлады. $6 разница. Мына жерде сіз тағы да 10 акциямен шорт позиция ашып, $60 пайда көруіңізге болатын еді. Енді келесі
Мета компаниясын көрейік. Мета компаниясы 4 декабрь күні $313 $320 дейін өскен. Nvidia'ны көрейік. Nvidia бізде кеше рынок ашылғанда $460 бастап құлап бастаған, $460 ровно $10 дейін құлаған. Мысалға мына жерде 10 акциямен жасайтын болсаңыз, мына жерге $100 пайда көруге болады. Егер 100 акциямен жасайтын болсаңыз, мына жерде $1000 пайда көруге болады. Осыны да ескеру керек. Акцияның количествосы көп болған сайын сізде пайда да көп болады, оның үстіне комиссияға ұстап қалатын ақша бар, оны да ескеру керек. Мысалы, егер $1-2 ғана пайда табатын болсаңыз, арзан акциялармен, онда $1-2 ол комиссияға кетіп қалады. Енді өздеріңіз ойланып қараңыздар. Арзан акциямен алатын болсаңыздар, торговать ететін болсаңыздар, онда сіздерге көп опыт керек болады, көп уақыт қажет болады. И аз-аздан табысқа шығасыздар. $13 акцияны көрейік. Мына жерде. Егер мына компаниядан 12, 13, хотя бы разница арасын $1 разницасы бар. Осындай акциялармен жасасаңыз, сіз ең болмағанда күніне $10-20 жайлап табысқа шығуыңызға болады. Яғни менің айтқым келгені, бұл жерде тек қана стопты дұрыс қойып, тек профитті дұрыс қойып, дұрыс қоюды білсеңіздер, және де акцияның бағасы өскен сайын шорт ашқан болсаңыз, стопты жоғары қарай жылжытып, акцияның бағасы түскен сайын лонг ашқан болсаңыз, стопты одан бетер төменге қарай жылжытып, минусқа кететін болсаңыз, онда сіз риск менеджмент пен мани менеджментті дұрыс сақтай алмайсыз. Риск менеджмент пен мани менеджменттің ережесін дұрыс ұстай алмайсыз деген сөз. Және сонымен қатар тек қана стоп-лосс пен тек профитті дұрыс қою ғана емес, сонымен қатар өзіңіз отырып акцияларға да анализ жасауыңыз керек. Қымбат акциялардың арасынан волатильності жоғары акциялар таңдау керек. Кейбір қымбат акциялар болады, волатильності төмен, кейбір арзан акциялар болады, волатильності төмен. Бірақ оның ішінде де волатильності жоғары. Хотя бы күніне кем дегенде разница $2 дейін өсіп, $2 дейін түсетін акцияны таңдауларыңыз керек. Мысалға, мына жерде қарайтын болсаңыздар, менде мынау тренд сызығын сыздым. Сосын менде бычий тренд баста болған, енді ол бітті. Енді медвежий тренд басталды деп ойладым. Мына жердегі ұзын қызыл свечерден бастап. И шорт позиция аштым. Наоборот, баға шортқа емес, лонгқа кетіп қалды. И лонгқа кеткен сайын, мына жерде мен стопты жоғарыға жылжыта бергем. Қарасаңыздар, мен пайдаға $140 қойдым. Басында 380, соңынан $140. Мен өзімнің пайдамды азайтып, шығынымды көбейтіп жатырмын да. Мына жерде қарасаңыздар, мен пайдам $140, егер минусқа кетсем $960 кетемін деп тұрмын ғой. Мына жерде ше. Енді баға өскен сайын, мына жерде мен шығыным $1590 дейін көтеріліп жатыр. Уже тренд ауысып кетті, тренд бычыйға ауысып кетті медвежийдан. И осы жерлерде $450 минус болып тұрған жерде мен позициямды жабуым керек еді. $450-490. Хотя бы мына жасыл свечаның фитильіне келгенде мен жабуым керек еді. Мен отырдым, может шортқа кетеді қайтадан, қазір қызыл свечалар пайда болып қалады, қазір шортқа кетеді, может позиция плюспен жабылады. Отыра бердім. Баға өскен сайын мен стопты жылжытып отырдым. Мына $400-390 осы кезде мен уже позициямды жаба салуым керек еді. Хотя аз суммамен жабатын едім. Көп шығынға кетпейтін едім. Жаңағы мен түсіндірген видеода сіздерге айтқан риск менеджмент пен мани менеджментті білу, оның ережесін сақтау, ол өте қиын. Адамдар айта береді, трейдерлер айта береді, ой, күніне мынанша табуға болады, только плюс нет, минус та болады, минусқа да кететін кездер болады. Оның барлығы
осы риск менеджмент пен маны менеджментті дұрыс қолдана алмағандықтан, оның ережелерін дұрыс ұстай алмағандықтан, бұл жерде үлкен психология жатыр. Бұл оңай сала емес. Сіздер какой-то бір секундта бірден $1000, $100 или $10,000 дейін табуларыңыз мүмкін. И какой-то бір моментте сразу минусқа кетіп қалуларыңыз мүмкін. Может, көп ақшаға минусқа кетулеріңіз мүмкін. Сол үшін бұл жерде эмоция маңызды. Эмоцияны басқара білу, стопты дұрыс қоя білу, take profitті дұрыс қоя білу, баға түскен сайын ары-бері ауыстырмау керек take profit пен stop lossты. Негізінде take profitті көп ақшаға, ал stop lossты аз ақшаға қою керек. Өйткені шығынға кетсем аз ақшаға шығынға кетем, ал табысқа шықсам көп табысқа шығам. Егер ойыңыздағыдай болмады, рынок керісінше кетіп қалды ма, онда пускай $10, $20 позицияны жаба салған дұрыс. Просто жаба салған дұрыс позицияны. Зато сіз $10, $20 ғана минусқа кетесіз. Жалпы менің осы риск менеджмент, маны менеджментті түсіндіргендегі мақсатым осы. Мен өзімнің подписчиктерімді алдағым келмейді. Мен тек қана жақсы жағын көрсетіп, жаман жағын жасырып отырғым да келмейді. Егер психологиясы слабый адамдар болатын болса, егер тек қана пайда шығынға кетпеуім керек деген сияқты ойда болатын адамдар болатын болса, трейдинг ол тек қана көп ақша табу, минус мүлде жоқ деп ойлайтын адамдар болса, ондай адамдарға бұл салаға келудің мүлде керегі жоқ. Және де көп трейдерлер айтпайды. Егер сіз жаңағыдай $30-40 акцияны алып жасай алмайтын болсаңыз, лучше сізге біраз ақша жинап, аз-аздан бастап көру керек баста. Егер осы сала ұнаса, қалу керек. Ұнамаса, ақшаңызды босқа құртып алғаныңыз дұрыс. Егер де өзіңіз ары қарай осы саланы алып кете аламын, маған ұнайды, өзіме қызық дейтін болсаңыз, және де артық ақшаңыз болса ғана жасау керек. Бұл сала ондай сала емес. Менде қазір 100,000 теңге бар қалтамда, осы 100,000 теңгемен мен 1 миллион табыс тауып кетем деген емес. Сіз 100 миллион теңгені қазір 1-2 сағатта жоғалтып алуыңыз мүмкін. Сол үшін психологиялық тұрғыдан да и ақшалай да ойлану керек. Тағы да кімде қандай сұрақтар бар трейдинг саласына қатысты, кім не білгісі келеді, комментарийға жаза кетіңіздер.